Міне қазақ халқы дана халық қой. Ұстаз келетін болса, үйіне ұстазын шақырады. Ұстазын шақырады, отбасымен бірге ұстазына қызмет жасайды. Отбасымен бірге бала шағасын есіктен кірген уақытта не қылады? Сол қолына су құйдырады. Аяқ киімді әкелетеді. Үйдің ішіне кірген уақытта не қылады? Тамақ шайын тастады. Отбасына не қылады? Сол келген ұстазына дәмді тағам, дастархан әзірлеуге не қылады? Тапсырма берген. Неге? Өйткені ұстазды жақсы көру және бұл жерде ұстаздың берекеті мен ұстаздың дұғасын алып қалу құрметті ағайын. Ибн Аббас қараңызшы, жаңағы Зайд ибн Сәбиттің атқа мінер үзеңгісін ұстап тұр. Мақсаты қызмет, құрмет және дұғада құрметті ағайын. Сіз бар балаңызды жаңа ұстаздың алдына келіп қолына су көтеріңізші. Бәрекелді, Алла береке берсін. Бәрекелді деген нәрсе, бәрекалла, Алла саған береке берсін деген сөз ғой негізі. Алла саған береке берсін, қари ғалым бол дейді. Дұға алады да. Сол үшін біз ұстаздың жанында жүрген уақытта ұстаздардың қызмет жасау керек.